Сәлем, менің есімім Заманбек. Мен Flyarstан әуе компаниясының сандық коммерция бөлімінде жұмыс істеймін. Жұмысым жайлы қысқаша айтып өтсем, мен мобильді қосымша мен сайттағы төлем жүйесіне жауап беремін. Бірақ бүгін жұмысым жайлы емес, менің сүйікті хоббиім сурет жайлы айтайын. Мектеп кезінде ата-анам сыйлыққа ұялы телефон сыйлады. Алғашқы суреттерім сол телефоннан басталатын. Басында телефонға түсіріп, кейін өзіме профессионалды камера сатып алдым. Соңғы жарты жылда осы хоббиімді профессионалды дамытуды жөн көрдім. Сүйікті жанрларым ол қоғамдық орындарда, саяхат кезінде және де студияда жасалатын суреттер. Авиациядағы жұмысымның артықшылықтарының бірі ол саяхаттау мүмкіндігі. Сондықтан бұл мүмкіндікті жиі қолданып, саяхаттарға шығуға тырысамын. Себебі саяхат кезінде мен жаңа қалалармен, жаңа адамдармен және жаңа тілдермен танысамын. Саяхаттарымда ерекше орындарды суретке түсіру арқылы өз отандастарыма сол бір атмосфераны сезіндіргім келеді. Мысалы, сол суреттерге қарап, адамдардың саяхаттауға деген құлшынысы оянса екен деймін. Негізі әрбір фотографтың сүйікті суреті болады. Бұл суретті мен Аралда түсірген болатынмын. Алдымнан кішкентай бала атып шығып, хал жағдайымды сұрады, ағылшын тілінде ойнағысы келді меніңше. Мен соны қызық көрдім да 5-6 сурет жасадым. Балалық шағымда жанұямызбен жиі тауға баратынбыз. Сол кезде жан-жақты пленкалық камераға суретке түсіретінмін. Сол сәттен бүгінгі күнге дейін суретке деген махаббатым күшейе түсуде. Мені аспан, табиғат және таулар шабыттандырады. Саяхаттаңыздар, саяхат кезінде көбірек суретке түсіріңіздер.